Kanalıma hoş geldinizler. Bugün bizler sazan balığын dayarlayımız пешке салып. Ол өте жеңіл, әрі дәруменге бай тағам түрі болып келеді. Балығымызды әуелі біздер жуып тазалап, бөліктерге бөліп, кенде отызға салып, апельсинмен маринадтауға кірісеміз. Bir апельсиннің сөлін шығарып алып, оған біраз қасық тұз, бір жарты қасық қара бұрыш қосып араластырып, оған сосын шағу майымызды, 2 ас қасықтың шамасында шағу майымызды қосып араластырып, 1-2 сағатқа маринадқа қоямыз. 2 сағат, 3 сағат тұрса да жақсы болады. Сосын пештің формасына фольгамызды төсеп, жаңа балығымызды бөліктерін салып шығамыз. Оның үстіне майонезімізді жағып шығып, үстіне ұсақталып тұрып алған ретімен жуамызды салып шығамыз. Оның үстіне қызанағымызды салып шығамыз да ретімен қызып тұрған духовкада 15-20 минутқа қоямыз. 180-200 градуста 15-20 минутқа қойып аламыз. Сосын алып бетіне ірімшігімізді сеуіп 5 минутқа онда қойып аласыздар. Ірімшіктің ерігеніне қарап, еріген бойда алып дастарханға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді, дәруменге бай тағам болып келеді. Жаңа жеңіл тағам түрі болып келеді. Ас болсын, әзірлеп даярлап көріңіздер. Kanalıma тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Әлі де талай жеңіл тағамның түрлерін салып тұратын боламын.